Ай, тамаша. Тұрып шығарып салуға болатын шығар, иә, біздің бүлдіршіндерді. Балаларға алғыс білдіреміз. Ал араларында бізбен бірге сұхбатқа қалатын балалар бар. Қош келдіңіздер, өздеріңізге таныстыра кетейік. Ильяс Мырзабайұлы, Талдықорған қаласы оқушылар сарайы вокал үйірмесінің жетекшісі. Және де біздің жаңағы Ильяс Мырзаның және де енді тағы да толығырақ қазір сұхбат барысында айтып өтеміз. Бұл жерде жаңа өздеріңізде алдарыңызда өнер көрсеткен екі топтың балалары бар, иә. Енді солардан қалған балақайларды таныстырайық. Інжу Әлен, Мейір Сабитхан және де Раяна Қайыржан ғой, иә? Қайырлы таң, көңіл келеріңіз қалай? Қош келдіңіздер. Біздің студияның төрін жайнатып жібердіңіздер, иә? Көркін кіргізіп, кішкентай бүлдіршіндермен одан әрі ажарлана түсті. Енді өте әдемі бір кішігірім қойылым деп айтайық, өздерің өнерлеріңді паш еттіңдер. Енді жақында ғана Қазақстанның біздің енді республика күніне орай, біздің республикалық байқау бар, ән шуақ деген қазақ тілде енді фестиваль байқау деп айтамыз. Осыдан жеңімпаз атанған екен. Екі топтың балалары бірлесіп жаңағы шырқаған әнге бейнеүзікке, челлендж ретінде бейнеүзік түсірген, солардың жеңімпаздарының қатарында болды, иә, балалар? Құтты болсын. Иә, шын жүректен құттықтаймыз. Көңіл күйлеріңіз қалай? Барлығы жақсы ма? Жақсы. Жақсы. Қазір бізден шығып мектепке барасыздар ма, сабаққа? Бүгін енді сабақ аяқталатын шығар осы енді. Енді балалардың өнеріне тәнті болдық. Жалпы ән шуақ республикалық байқауы бұл біреуімізше әдетке айналды, жыл сайын ұйымдастырылады. Былтырдан басталған осы челлендж. Жаңағы балалар әндер байқауы. Біздің жаңағындай балалар әндерін, жаңағы композиторлардың әндерін, балалар әндерін, соны дамыту жолында жаңағындай қалай десем, андай әндер ғой. Патриоттық әндерді, өзіміздің жаңа кішкентай өсіп жатқан бүлдіршіндерді патриоттық неге тәрбиелеу деп сондай. Биылғы формат өзгеше болды ма? Былтыр енді алғашқы деп айтарық, ол жерде кем-кетігі көп болады байқаудың. Жыл өте бұл байқалады, ал биылғы жыл формат қандай болды? Не ерекшелік енгізілді? Биылғы жылы ерекшелік болғаны жаңағындай патриоттық әндерден айтылды. Былтырлары кішкене әр жанрда болатын да. Ал қазір балалардың деңгейіне сай әндер, жаңағындай өзі бізге беретті жаңағындай тапсырма. Осындай композиторлардың әндерінен дейді. Сол бойынша осындай кісілердің әндерін айтып орындаймыз. Демек, биылғы мақсат мүдде белгілі, балалардың жүрегінде патриоттық сезімін ояту, елін, жерін сүюге тәрбиелеу. Енді 12 қараша бүгін төл теңгеміздің айналымға енген күні деп жатырмыз ғой. Соған сайда бір осы ұл-қыздардың арқасы студия төрінде әдемі патриоттық ән шырқалды, Қазақстаным деген, Әрқайсысы жеке форматта болды ғой, жеке дауыста? Жеке дауыста болды, ансамбльмен де айттық. Хор да болды. Қандай ән айттыңыздар? Барлығы аталып өтсін, сұхбат барысын айтайық. Бұл жерде жаңа 15 шақты бала өнер көрсетті ғой. Бұл екі топтың балалары бірлесіп жасаған жұмыс. До ми солька және войс, Осы екі топтың балалары. Өздерің қай топта өнер көрсетесіңдер? Толығырақ айтып өтіңдерші. Айтамыз, еркін сөйлеңдер, айтамыз. Айтамыз. Войстансың, сен? Войстамын. Мен ағайда вокалға келіп жүргенім бір ай болды. Бір ай болды ма? Енді қадам басын екен? Бір ай емес. Көбірек. Неге бір ай болды саған? Вокалға қатысып жүргеніме дейді ғой. Вокал емес, вокалға қатысқанына уже бір жыл болды асты. Бір жыл деп айтқысы келген шығар, ондай болып тұрады. Войс тобынан Ильяс ағайдың 1,5 жыл болды ма? 1,5 жыл болды. Өзің, Раяна? Мен Раянаға микрофон берейік. Раянаға микрофон беріңдер. Қаттырақ дауыс естілсін, дұрыс. Мен Қанша болды қатысқаныңа? Көп болды ма? 3 ай. 3 ай? 3 ай. Өзің до ми солька тобындасың, Енді бірге балаларды 15 шақты баланың басын біріктіріп, бір туынды шығару, бір дүниені жүзеге асыру қиын болған жоқ па? Жоқ, қиын болған жоқ. Басында екі топтың балаларын дайындадық. Ол өзі жаңағы до ми соль тобының ұстазы, жаңағы ол өзі балаларын дайындады. Мына жақтан мен өзім 5-6 баланы дайындадым. Сөйтті дауысын жаздық, бәрін шақырдым. Студияма өзім жеке студиям бар. Соған шақырып, каждый день айтқызып, сол дауыстары бір кереметті өндегенде жоқпыз бұл жерде. Қалай айтты, ішінен іріктеп айтатын балалардан алдық. Сол бойынша. Әрқайсысы өзі бір жеке тұлға ғой, негізі әрқайсысы
жалғыз айтылатын. Иә, бір жақсы конкурстың лауреаттары кәдімгідей. Бір жақсы әке тарапынан да, ана тарапынан да, ол қыздарына деген қолдау бар, ол да бір жағы сізге көмек шығар. Өздерің ән айтқан ұнай ма? Иә. Өскенде кім боласыңдар? Әнші. Аха, кім сияқты әнші боласың? Мен Әйгерім Қалабаева, Қарақат Баржанова немесе Димаш Құдайберген. Ой, не деген керемет таңдау мынау. Аха. Талғамы жоғары екен. Өзіңіз? Өзің? Мен домбырашы болғым келеді. Домбырашы болғың келе ма? Айтыскер. Айтыскер ақын? Өзі Ой, жақын тамаша, иә. Бәр жағынан. Мен мұғалім болғым келіп тұр. Мұғалімге болғың келе ма? Қандай пәннен мұғалім болғың келеді? Қазақ тілден. Қазақ тілден. Ой, тамаша. Демек ән айту хоббиіңіз, иә? Ой, күшті. Әдетте енді мына жақта бізде ортаға шығып өнер көрсететін осындай ән байқауларына қатысып жүлделі орынмен келген балалардың барлығы арманым әнші болу, сахнада өнер көрсету